Құрметті ата-ана, осы видеодан кейін жалпы тілге немесе балаңыздың ағылшын тілін білуі, курсқа баланы сүйреу деген сияқты нәрселерге қатысты толық ойыңыз өзгереді. Бір жағынан көзіңіз ашылады. Бәрін көре бастайсыз. Неде қателік кетіп жатыр деген сияқты. Енді тақырыпты балаңызды курсқа бермеңіз деп қойдым. Ол шынымен де солай. 99% жағдайда балаларын ана курсқа, мына курсқа, ағылшын тілі курстарына сүйреп жүрген ата-анадан көрсек, нәтижесін көріп жатқан жоқ. Өздері қалаған нәтиже жоқ. Өткенде бір Тұрсынбек Қабатовтың видеоларында көріп едіңіздер. Бір ата-ана айтады деді, мен баламды шетелге алып бардым. Сөйтіп, енді көп курсқа алып барған ғой баласын. Сөйтіп, шетелге алып барған одан кейін. Енді балам ағылшынша біледі. Мыналар не деп жатыр, балам аударып берші десе, мама, мен үйренген ағылшын тілі басқа, мыналардың сөйлеп жатқан ағылшын тілі басқа деп айтқан ғой. Ол шынымен де солай. Курста жүйесі де, методикасы да қате. Сол үшін бала ағылшынша түсінбейді, сөйлей де алмайды. Ондай балалар 13-14 немесе жасқа келіп, немесе студент болған кезінде бізге келеді. Курсқа бардың ба деп біз алғаш сұрақ қоямыз ғой. Иә, мектепте бірнеше курстарға барғам деді. Нәтижесі жоқ, қайтадан басынан бастап жатады. Сол үшін ақшаңызды, үміт, энергия, уақыт барлық нәрсені босқа сарп етпеңіз. Дәл қазір видеоны міне бастаймыз. Не үшін екен бәрін осы видеода толық айтып шығамын. Сізге не істеу керек? Балаңыз ағылшынша еркін түсініп жүру үшін, еркін сөйлеу үшін, қатарының алды болу үшін не істеу керек осы видеода айтылады. Барынша қысқаша айтып өтемін. Видеоның соңына дейін көріңіз. Кеттік. Ең бірінші ағылшын тілін білудің балаға пайдасын айта кетейік. Не үшін ата-ананың бәрі балалардың ағылшын тілін білгенін қалайды, қатарының алды болғанын қалайды. Бірінші сондай сөзді қойдық. Қазақи тілмен біздің түсінікпен айтқанда баланы қатарының алды болғанын қалаймыз. Ол сыныпта да, немесе туыстардың арасында да қай жерде болмасын, баласының ерекшеленіп бір нәрсені артық білгенін бәрі қалайды. Ата-ана бейсаналы түрде біз басқа балалармен жарысып жүреміз. Балам жақсырақ айтты, балам 5 алды деген сияқты, балам 1-ші орын алды деген сияқты. Ал тіл білу сол баланың қатарының алды болуына себеп болатын бірден-бір маңызды нәрсе. Тіл білу. Келесі, өзіне сенімділігі артады. Балаңыздың сенімді болғанын қалайсыз ғой? Осал, жасқаншақ емес, мен білемін, менің білімім басқардан қарағанда жоғары деген сияқты бір сенімділік болғанын қалайсыз? Ойын ашық айта алатын, әр жерде мақтау естіп жүретін деген сияқты. Ал ондай болу үшін бала тіл білу керек. Сонда тіпті пән мұғалімдері болады ғой мектепте, соның пән мұғалімдерінен де жоғары тұратын ода білім болады, тіл білімі. Мектепте көп мұғалімдер тіл біле бермейді, бірақ сіздің балаңыз олардан жоғары тұрады, ағылшын тілін біледі деген сияқты. Жақсы ма? Сол үшін сенімділікке ересек адамға да, сізге де, балаңызға да сенімділік беретін бірден-бір нәрсе ол шет тілдерін білу. Өзімізде орыс тілін білмесек жасқанып қаламыз ғой, қай жерде болмасын. Сол кез келген адам табиғат сондай. Келесі, мүмкіндіктер есігі ашылады. Балаңыз мысалға жан-жақ дамығанын қалайсыз? Ал байқайсыз ба? Кез келген білім ағылшын тілінде YouTube'да мысалға толып тұр. YouTube'ға немесе кез келген кітап түп нұсқасына қарасаңыз ағылшын тілінде. Ертегілер, мультфильмдер, мультфильм шықса да бірінші ағылшын тілінде шығады. Сол үшін ол білім қайнар көз, ол тіл деген, ағылшын тілі деген әлемдік тіл болғаннан кейін мүмкіндіктер есігі сол үшін де ашылады. Кез келген салаға, мысалға робототехника дейміз ғой, соны үйренгісі келсе ол YouTube'дан қарап отыру мүмкін. Қарап негізгі базасын үйрену мүмкін. Немесе математика, кез келген пән, кез келген өнер болсын YouTube'қа кіріп ағылшынша жазса, мыңдаған материалдар шығады. Соған қарап отырып қабылдап үйрене береді. Сол үшін жалпы ағылшын тілі балаға да, ересек адамға да мүмкіндіктер есігі. Келесі, әлемдік білім қолжетімді болады. Осы айтқаныма енді жалғасы, әлемдік білім кез келген саладағы балаңыз үшін қолжетімді. Тіл білу арқылы ғана. Мысалы, қазақ тілінде сіз іздеп көріңізші YouTube'қа кіріп, кез келген нәрсені таппайсыз. Көп нәрсе қазақ тілінде жоқ. Ондай контент жоқ қазақ тілінде. Бір нәрсе үйренем десеңіз, орыс тілінде іздейсіз. Көрдіңіз бе? Ал орыстар қайдан алады? Көбінесе ағылшынша шығып жатқан жаңа материалдарды орысшаға аударып бізге беріп отырады. Ал ағылшын тілін білсеңіз, балаңыз білетін болса, бірден ағылшын тілінде не істейді? Бірінші болып қажет нәрсесін үйренеді. Келесі, тіл сауаттылығы жақсарады. Естеріңізде болсын. Тіпті немістің жазушысы Гёте айтқан осы сөзді. Егер бір адам
өзге тілді білетін болса, өзінің ана тілінен бөлек бір тілді білетін болса, онда ол өзінің тілін жақсы біледі деген мағынада сөзі бар. Яғни өзге тілді білмейтін адам өз тілін әлі түсінбеген деген мағынада сөзі бар. Ол кісілер бірнеше тілді білген, олар жақсы біледі не айтып тұрғанын. Негізі айтқылары келген нәрсе, адам басқа тілді үйрене бастаған кезде автоматты түрде өз тілінде сауатты бола бастайды, өз тіліне көңіл бөле бастайды. Сол үшін тіл білудің әрине басқа жүздеген пайдасын айтуға болатын шығар, бірақ мен сіздерге осы алғашқы 5 пайдасын айтып өттім. Келесі, енді әрбір ата-ананың бейсаналы түрде балам көштен қалмасын деп, байқайсыздар ма, ата-ана бағанағы айтылған тілдің пайдаларын тереңінен түсінбеуі мүмкін, ондай терең ойлана бермеуі мүмкін кей нәрселерге, бірақ бейсаналы түрде ағылшын тілінің маңыздылығын біледі және не істейді? Курсқа сүйрейді. Ең бірінші неден басталады? Балам ағылшынша санай бастады, ағылшынша түстерді айта алады деп қуана бастайды. Ең бірінші ата-ананың балаға қатысты қуанышы осы. Яғни балам ағылшын тілінде сөйлейді, бір сөз айта алады, санай алады деген сияқты қуана бастайды. Неге? Өйткені ағылшын тілі әлемдік тіл болғаннан кейін бейсаналы түрде сондай қуаныш болады ата-анада. Қазақ тілінде сөйлеп жатады, орыс тілінде сөйлеуі мүмкін, оған қуанатын шығар, бірақ ағылшын тілінде сөйлей бастаса ерекше қуанады. Өйткені түсінеміз әрқайсымыз ол тілдің маңыздылығын. Келесі, балабақшада ағылшын тілі бар екен қосымша, мына балабақшада мұғалімі жақсы екен деп, ағылшынша осындай бір қосымша бір үйірмелер бар екен деген сияқты сондай нәрсе іздеп жүреміз. Өйткені ағылшын тілін тағы да балабақша сол жасқа келгенде, баламыз 4-5 жасқа келген кезде түсінеміз ағылшын тілі балаға керектігін. Келесі, мектеп бағдарламасына ілесе алмай жүрсе, жанымыз ашып курстарға береміз. Немесе мұғаліммен сөйлесеміз, тағысын тағы кітап сатып алып береміз, анау-мынау деген сияқты бір дүниелер істеп жүреміз, баламыздың ағылшын тілін білгенін қалаймыз. Қазақ тілінде қаншалықты сауаттылығы, қаншалықты сауатты, немесе орыс тілі қандай деңгейде, оған мән бермейміз, бірақ ағылшын тілімен таласып жүреміз. Ол бейсаналы түрде барлық ата-анада бар. Енді осындай сұраныс болып жатқан кезде сіз балаңызды әр курстарға сүйреп, балам ағылшын тілін білсе екен деп қателесіп жүрмеңіз. Сізге мен қазір не істеу керектігін по полочкам дейді орыс тілінде айтқан кезде бәрін егжей-тегжейлі түсіндіріп өтемін. Жақсы ма? Балаңыз кінәлі емес деген келесі презентациямызда тақырыпта солай қойдық. Себебі қанша курсқа сүйреп жүрген ата-ана баласы сөйлей алмаса баласын кінәлайды, баласына ұрсады. Неге әлі сөйлемей жатсың? Неге сенде мен қаншама ақша жұмсап жатырмын, уақыт кетіп жатыр дегендей бір баласына ренжулі болады. Бірақ бала кінәлі емес. Бала барып, егер мұғалім дұрыс методикамен дұрыс жолын тауып, баланың бір жүрегінен орын ала алса, ағылшын тіліне деген махаббатын аша алса, бала үйрене береді. Өйткені баланың миы губка сияқты ғой, кез келген нәрсені сіңіре береді. Әсіресе тілді. 10 жасқа дейінгі балалар тілді ойнап жүріп үйрене береді негізінде. Бірақ неге балаңыз үйрене алмай жүр? Өйткені подход, методика, мұғалімнің жалпы беріп жатқан жолы дұрыс емес. Сол балаңыз кінәлі емес, яғни. Сол үшін методикадағы олқылықтар бірінші, екінші мектептегі жүйе, яғни бір көп балалар отырады. Байқасаңыз, әркім әр деңгейде қалай енді бір мұғалім 25 балаға ағылшын тілін үйретеді, ол мүмкін емес. Курстың өзінде 7-8 адамға үйрете алмай жатқан кезде мектеп мұғалімі 20-25 бала шулап отырған балаға қалай ағылшын тілін үйретеді. Сол үшін мектептің жүйесі, жеке мектептерді айтып жатқан жоқпын, көбінесе мынау мемлекеттік мектептердің жүйесі әрине дұрыс емес. Маман жоқ, мамандар жоқ. Сонда жүйе бар, мамандардың жоқтығы. Тіпті сол сіздің бағанағы мұғалімдердің өзі, егер бәрі емес, әрине көпшілігі ағылшын тілінде сөйлей алмайды. Сол мұғалімдердің өзі ағылшын тіліндегі контентті түсіне алмайды, немесе америкалықтармен жолығып қалса, оларды түсінбейді. Сонда бізде жүйе былай тұрсын, дұрыс мамандар да жоқ. Ол мамандарды кінәлауға болмайды, өйткені олардың үйренген методикасы ол да қате. Жақсы, келесі енді you are lucky деп жазып қойдым. Алдыңызда қарасаңыз, ол ағылшын тілінде вам повезло дейді ғой орыс тілінде. Сіздің жолыңыз болған екен деген сөз. Себебі мына жақта миллиондаған ата-ана баласын қалай ағылшын тілін үйретем деп бір жолдарын түсінбей жүрген кезде, сіз дәл қазір менің алдымда осы видеоны көріп отырсыз. Сізге жол ашылып тұр.
методика берілгелі жатыр, барлық жолдарын көрсетеміз. Сол үшін вам повезло деген тіркес жазып қойдым. You are lucky деген. Жақсы ма? Ең бірінші, ана тілін қалай үйрендіңіз? Енді міне методикаға бала тілді қалай үйренеді деген тақырыпқа көшеміз. Ең бірінші сұрақ сізге, ана тіліңізді қалай үйрендіңіз? Қандай курсқа бардыңыз? Мен мысалға өзім 2 жасымда қазақ тілі курсына бардым. Сөйтіп, сол курста мен ана тілімді үйрене бастадым. Десем, сенбейсіз ғой әрине. Өйткені біз курсқа барған жоқпыз ана тілімізді үйрену үшін. Бізге ата-анамыз грамматика үйреткен жоқ мысалға. Мынау өткен шақ, мынау осы шақ деген сияқты. Біз қалай үйрендік? Айналамыздағы сөйлеп жүрген, бір-бірімен сөйлесіп жатқан адамдар немесе бізге келіп сөйлеп жатқан адамдарды, жақындарымызды бақылау арқылы үйрендік. Немесе орыс тілін бала қалай үйренеді? Орыс тілін өзіне ұнайтын бір контентті қарап отырып, қайталап көру арқылы үйренеді, бойына сіңіреді. Сөйтіп орыс тілінде таза сөйлейді. Таза сөйлей бастайды, бірінші түсіне бастайды, сөйлей бастайды. Сол үшін ТТТ методикасы, қазір алғаш рет естіп тұрған шығарсыз мүмкін, тілді табиғи тәсілмен. Осы методиканы мен, яғни тілді баланың қалай тіл үйренеді бала, соған қарап отырып, тіл ғалымдарының жасаған методикасы, ол тілді табиғи тәсілмен, in a natural way дейді. Сол методиканы қазір сізге қысқаша айтып өтемін. Сөйтіп, баланың да өзіңіздің де тілді қалай үйренетініңіз сізге анық түсінікті болады. Одан бұрын поэтапно мен сізге айтып өтемін қысқаша. Одан кейін мен сіздерге дәл сол методикамен ағылшынша еркін сөйлеп тұрған балаларды көрсетемін. Қараңыздар, бірінші бізде тыңдау деңгейі кетеді, listening. Екінші, сөйлеу, одан кейін оқи бастайды бала, одан кейін жаза бастайды. Кейін ең соңында 10 жастан асқаннан кейін грамматика үйрене бастайды. Осы этапты ұмытпаңыздар. Ең бірінші тіл үйрену үшін құлақ арқылы тыңдай бастайды. Сол арқылы тіл құлақтан кіріп бойдалар дейді ғой. Құлақтан кіріп шынымен де не істейді, адам бойына сіңе бастайды. Тіл солай келеді адамға, құлақ арқылы. Екінші, сол тыңдап жүрген нәрсесін түсініп, ақырындап өзі қайталап сөйлей бастайды. Бала сөйтеді, сіз де сөйттіңіз, ана тіліңізді солай үйрендіңіз. Одан кейін мектепке 5-6 жасқа келген кезде, 5 жаста мектепке барасыз да жазып, немесе балабақшада оқуды, жазуды үйрене бастайсыз. Одан кейін 10 жасқа келген кезде, 11 жасқа келген кезде грамматика үйрене бастайсыз. Міне, дәл осы этаппен жүрсеңіз, кез келген тілді үйренуге болады, және өте жеңіл. Бірақ біздің қырсық жүйе, қырсық методика мамандар не істейді? Керісінше істейді бәрін. Анау 11 жасқа келгенде бала грамматика үйрене бастайды дедім ғой, соңында қазақ тілінің грамматикасын үйрене бастаймыз ғой. Біз ағылшын тілін үйренгенде керісінше істейміз. Бірінші грамматика үйрене бастаймыз. Жазып, оқи бастаймыз. Күнде жаттығулар, күнде оқу, жазу. Одан кейін сөйле деп қинай бастайды. Одан ең соңында кішкене бір ағылшынша бір нәрселер беріп қояды, тыңда деп. Тіпті бермейді еш нәрсе. Құлақ жоқ сонда. Бәрін керісінше істейді. Астынан бастап іргетасты қаламайды, бәрін төбесінен бастап. Бірінші, мынау не дейді, крыша дейміз ғой, орыс тілінде алғанда. Төбемізді бірінші үйдің төбесін салады. Одан кейін қабырғаларын салады, одан кейін барып іргетасын. Әрине ол мүмкін емес қой. Сол үшін де ешқандай курстарда да 99% жағдайда нәтиже болып жатқан жоқ. Көбінесе үй жағдайында бала қызықты контентпен, қызықты материалдармен ғана ағылшын тілін еркін сөйлеп түсініп кетіп жатыр. Қараңыздар, қазір мен сіздерге Нұрсайыт деген баланың және Алдияр деген балалардың курсқа барып емес, үй жағдайында ағылшын тілінде еркін сөйлеп жүрген балалардың мысалын көрсетсем, ол балалармен мен жеке таныспын, ата-аналармен таныспын, мен арқылы тіл үйренген, одан кейін менің методикамды қолданған. Қазір көресіздер, еркін сөйлейді олар, тіпті ағылшын тілінде мультфильм қосып берсең еркін түсініп отыра береді. Яғни жоғары деңгейде біледі. Жастар 11-12 жаста ғана. Қараңыздар. I watched the Shrek movie and I liked it. I understood the book even more after I watched it. Shrek only wants to be alone. He wants to be alone because he is kind, but everyone thinks he's ugly, terrifying, bad. Bye-bye. Hello, so I got my new kimono that I bought, so I'd like to check it out. You see, this is the pants.
Look at it. It has this. It has the laces, which apparently don't work, but because it's long. Now this is the top part. The top part has a chin band, and not only that, it's very long. Құрметті ата-ана, көрдіңіз бағана Алматының, Астананың және Тараздың балаларын қалай сөйлеп жатқан, ондай мысалдар өте көп. Теледидарды ашып қалсаңыз, талай жерлерде кішкентай балалардың еркін сөйлеп жүргенін көрдіңіздер ағылшын тілінде. Дәл солай балаңыздың ағылшын тілін үй жағдайында қуанып, күліп жүріп, ойнап жүріп үйренгенін қаласаңыз, баланы курсқа бермеңіз. Ары қарай үй жағдайында қандай материалдар беру керек, балаға сіз ата-ана қалай поддержка жасайды, қалай қолдау білдіреді, қандай этаптардан өтесіз. Бір 3-4 айдың ішінде бала еркін түсіне бастау, сөйлей бастау, бәрін детально үйренгіңіз келсе, міндетті түрде сілтемеге өтіп, осы QR қойып қоямын қазір, QR-ға өтіңізде WhatsApp топқа қосылыңыз. Мен осы 2026 жылдан бастап барлық Қазақстандағы балаларына тіл үйреткісі келетін ата-ананың бәрін өзімнің қолыма аламын. Былайша айтқанда, осы жұмысты қолыма аламын. Осы уақытқа дейін ересектермен жұмыс істеп келдім, ары қарай да жұмыс істейміз, бірақ 2026-да ата-аналарға ата-ана жылы болғалы жатыр, үлкен көңіл бөлемін. Соның ішінде болыңыз, балаңызды ағылшынша сөйлетіңіз, басқа да тілдерді үйретіңіз, балаңыз қатарының алды болсын. Жақсы, онда сәттілік, сіздерді ары қарай үлкен жобаларда күтемін. Жақсы, онда сау болыңыздар, сәттілік.